әдемі заттарды айтып беріңдерші маған. Мен ешкімен ойнап жатырмын. Мен роботпен ойнап жатырмын. Мен құттақанмен ойнап жатырмын. Мен қолымда қоян тұр. Жақсы. Енді қызықты қараңдар. Сендердің осы өздерің сүйікті ойнап отырған ойыншықтарыңды күннің көзін бақылап, күннің көзіне қойып қойсақ, бізде не пайда болды? Оянның көлеңкесі. Енді көлеңке деген не екенін анықтайық, иә? Балалар, көлеңке дегеніміз күннің жарығымен дененің ара қатынасынан пайда болатын қараңғы құбылыс. Көлеңкенің көмегімен сурет салуға болады екен. Сурет? Ендеше мен сендерге мынандай қағаз беремін. Көрдіңдер ма? Мөлдір заттан күннің жарығы өтіп кеткен кездегі пайда болатын көлеңкені қандай көлеңке дейді екенбіз? Шала көлеңке. Жақсы. Ал жарығы өтпейтін заттан пайда болған көлеңкені Қою дейміз. қою көлеңке дейміз. Түсінікті ма? Бүгінгі біздің тәжірибе алаңымыздағы тәжірибеміз аяқталды. Рахмет.